Ишеналы Рабаевдин 140 жылдыгына карата берүүбүздү улантабыз. Тагыраагы Казакстан Республикасынын Алматы облусунун Жаңалык районундагы саясий репрессия курмандыктарын эскерүү музейинен тартылган архивдик материалдарды сунуштайбыз. Ошондой эле тарыхчылардын өз ооздорунан кеңири маалыматтарга кулак төшөйбүз. Айтсак, 20-кылымдын башындагы кыргыз-казак халакалары, талап коому, кыргыз жана казак интеллигенциясы ортосундагы карым-катнаш тууралуу архивдик материалдар камтылган. Мен өзгөчө Рашидовду Гарифоллар айып айтышым керек. Бул киши ошолордун баардыгын аздектеп, китеп кылып, жыйнак кылып чыгарып, бул киши чыгарган арыз коому чыгарган китептерди ушул кыргыз тарыхына да өтө чоң пайдасын тийгизип атат деп айтсам жаңылышпайм. Мына бул түрк дүйнөсүндө кыргыз-казак талап коому, бул талап коому тууралуу мурда көп билбей келсек, бул аябай өтө чоң коом болгон. Мына ошо Ишеналы Арбаев өзүнүн Ташкенттеги өмүр баянында дагы мен ушул талап коомунун мүчөсү болдум дейт. Осыдан тура 100 жыл бұрын 1922 жылы желтоқсанның 22-сі дейме? 21 ме? 21 күні талап деген қоғам құрылған. Оны біз ана Халил Досмамбетовке байланысты кітабымызда Аманқожа екеуміз жаздық. Біз бірақ оны қырғызға қатысы жоқ деп ойладық. Қазақ қырғыз әдебиеті мен мәдениетін көркейту қоғамы деп аталады. Сондықтан біз қазақ қырғыз деген сөз Тынышбаевтың да кітабы солай деп аталады. История казак-киргизского народа деп. Біз ойладық қазақ қырғыз деген. Бірақ мына талап қоғамы шын мәнінде қазақ пен қырғыздың қоғамы екен. Өйткені жаңағы Ташкентте Түркі Республикасы болғаннан кейін ол жерде түркімен бөлімі болған, өзбек бөлімі болған, тәжік бөлімі болған, сосын қазақ қырғыз бөлімі болған. Қазақ қырғыз сол кезде де бір болған. Өйткені бізде бұрын Батыс Алаш ордасы деген бар болатын, Торғай Алаш ордасы, Семей Алаш ордасы деген болатын, Жетісу Алаш ордасы деген термин жоқ болатын. Өйткені әрине бұл Жетісуда да үлкен күрес болды тәуелсіздік үшін. Бірақ оны біз басқа жаңағы өңірлермен бірге қарастыратынбыз. Сөйтсек біздің мынау қырғыз ағайындармен үлкен осы жерде қазақ пен қырғыз Жетісу өлкесінде енді көрші жатқан қалып қой екеуі бірігіп қимылдаған екен. Оның үстіне жаңағы қырғыздың зерттеушілері, мысалы Құрмановтың киргизский филиал партия Алаш деген кітап шықты. Мына біздің жігіттер қазақ-қырғыз жаңа талап қоғамы деген кітап шығарды. Міне сөйтіп біз қарап отырсақ, қазақ пен қырғыздың зиялылары қанаттастырып бірге жұмыс істеген екен. Қазір енді бұл айтқанда бір ақтаңдақ, ашылмаған арал. Біз қазір бұл тақырыпқа үлкен жұмыстар істеп жатырмыз. Мен сол мынау 2009 жылы Алаш және Алашорда деген энциклопедия шығарған болатынмын. Осы энциклопедияның осы энциклопедиямыздың қай беттерінде 54-55 бетте Ишеналы Арабаев туралы материал енгіздік. Бұл қазақ оқырмандарын қырғыз ағайындармен біз бұларды Алашорданың мүшесі дегенде Алаш партиясының мүшесі деп кіргізген жоқпыз. Жалпы біздің Алаш қайраткерлерімен бірге жүрген адамдар ретінде кіргізген болатынбыз. 20-кылымдын башында кыргыз-казак алакалары боордоштук мүнөздө өзгөчө күч алган. Анткени бул мезгил аралыгында караңгы элдин ичинде маданий агартуу иштерин жайылтуу болгон. Азыркы убакта Ишеналы Арабаевдин мурасын кайта жаңгыртуу, насихаттоо, аны жас муунун санасына жеткизүү өтө маңызды болуп табылат. Асыресе билим жүйөсүнүн, гылым саласынын негизги міндеттеринин бири болуп табылат. Анткени олардын мурасы, андагы идея ол мәңгилик идеясы. Кыргыз калкынын бирге жасайтын идея. Ол идея эч убакта эскирбейт. Мәңгі идея. Ал енді ошоға байланысты біздің мынау кыргыз-казак халықтарының атқаратын қазір уақытта міндеттері бар. Бұл Ишеналы Арабаев мәселен Ахмет Байтұрсынов біздің халықтардың бірлігін жақтады. Олардың бірлігіне қызмет жасады. Мына өмірде түрлі кезеңдер болады. Біз білмейміз ертең біз не күтіп тұрған алдымызда. Сол кезде біздің халықтарымыз бірге болу керек. Бір-біріне жақын болу керек. Бір-біріне қолдау көрсету керек. Көмек беру керек. Бұл өмірдің сұранысы сондай. Соған байланысты мәселен
Ишеналы Арабаевқа Алматыда бір көше беріп қойса, қандай орынды болмақ. Жүсіп Абдрахмановқа да мәселен Алматыда бір көше беруге лайық. Анткені Жүсіп Абдрахманов та, Ишеналы Арабаев та Алматыда жұмыс жасаған. Біздің зиялылармен бірге жүрген. Ошондуктан осындай шараларды меніңше біз атқаруымыз керек деп ойлаймын.